Қайырлы күн, құрметті достар. Назарларыңызға жастар алаңа республикалық пікірсайыс турнирінің финалдық ойындары, мемлекет және әлем мәселелерін жастардың көзқарасына салатын еліміздегі ең басты бағдарлама. Я достар, сөзге шешен ойы ұшқыр жастардың сайысы дәл осында. Жас отан жастар қанатының алаңында болмақ. Жобаға қолдау көрсеткен және ұйымдастыруға мұрындық болған Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрлігі мен азаматтық бастамаларды қолдау орталығына алғысымызды білдіреміз. Олай болса, бүгінгі ойынымыздағы әділ қазылармен таныс болайық. Жас отан жастар қанатының төрағасы Кәрбек Дәулет мырза. Профессионалды дебатер Жауынбай Таңшолпан. Болашақ қауымдастығының жоба менеджері Жынысова Жұлдыз. Ендеше бүгінгі бағдарламаға қатысатын команда қатысушыларын сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен ортаға шақырамыз. Үкімет лидері Ердәулет Тастанбек, сонымен қатар үкімет мүшесі Ибадулла Асель. Оппозиция лидері Лаура Жолдасбек, оппозиция мүшесі Абылай Боранбай. Құрметті достар, құрметті көрермендер, ойыншыларымыз өз орындарында. Енді бүгінгі тақырыпқа назар аударайық. Тақырып айтылды. Құрметті көрермендер, құрметті достар, ендеше дебатымызды бастайық. Үкімет лидерін ортаға шақырғым келіп тұр. Ердәулет Тастанбек, келіңіз. Сәлем достар, баршаларыңызға ассалаумағалейкум деймін. Бүгінгі тақырып бұл палата Tiger Parentingді қолдайды. Tiger Parenting дегеніміз не? Ол дегеніміз ата-аналардың өз балаларын академиялық жетістікке жету мақсатында қатал түрде тәрбие көрсету. Ол әртүрлі талаптар қою арқылы оның механизмдері өте көп. Менің кішкентай кезімде анам айтатын: сен үйге келгеннен кейін алдымен үй жұмысын орында, одан кейін көшеге ойнауға барасың. Мен қазір соның арқасында өзім қалаған жоғары оқу орнына түсе алдым, өзім үлгерімімді жақсарта алдым. Егер сол жағдай болмағанда, мен қазір мүмкін бұл жерде тұрмас та едім. Біз қазір кезде үш нүктені айтатын боламыз. Біріншіден, ол балаларға қалай пайдасын алып келеді. Екіншіден, ол бала өскен кезде қандай дәрежеге, қалай жетістікке жете алады, және үшіншіден, ол балада қандай дағдыларды қалыптастырады. Одан бұрын ата-ана деген кім деген сұраққа жауап беретін болсақ. Ата-ана дегеніміз ол баланың өміріндегі өте үлкен рөл ойнайтын адамдар болып табылады. Өйткені кез келген бір жағдай болатын болса, баланың өмірінде бүгін бір қылмыс жасайтын болса, немесе бір тәртібі нашар болатын болса, біз бірден ата-анасын шақыртамыз. Өйткені бірінші ата-анасын тексертеміз. Ол қандай тәрбие беріп жүр, ол қандай жұмыстармен айналыстырып жүр, неге оны қадағаламайды, неге оны бақыламайды дейміз, дұрыс па? Дәл осыған сенетін болсақ, бала дегеніміз ол рационалды азамат емес. Өйткені оның қызығушылықтары көп, оның ойлары әртүрлі нәрсеге бөлінуі мүмкін. Бірақ та түсінуіміз керек, ата-ана оны тек қана қадағалап қана қоймай, оның талантын аша білу, оны дұрыс жолға бағыттау да оның ата-ананың міндетіне жатады. Біз қазір кезде айтпаймыз ата-ана физикалық күш көрсетеді деп, өйткені ол заң бойынша қудаланады, яғни ол жатпайды бүгінгі ойынға. Бүгінгі ойында тек қана талаптар қою арқылы, мысалы үшін, сен мынаны істемесең ойнамайсың, телефоныңды бермеймін, немесе тағы да басқа секілді нәрселер болуы мүмкін. Ең бастысы, оны академиялық жетістікке жету мақсатында сабақты оқытатын боламыз. Біріншіден, қандай пайдаларға жетеміз? Қазір білеміз, балалардың ойын осы сабақтан немесе академиялық жетістіктен алшақтататын көптеген нәрселер бар. Олардың қатарына телефон жатуы мүмкін, планшет жатуы мүмкін, олардың достары жатуы мүмкін, жаман әдеттер жатуы мүмкін, неше түрлі. Білеміз, кез келген балалардың екіден бірі олар планшетті жақсы көреді, телефон жақсы көреді, ғаламторда отырғанын жақсы көреді, неше түрлі ойындарды ойнағанын жақсы көреді. Бірақ кез келген бала оқығысы келеді немесе оқуға ынтасы бар деп айта алмаймыз, құрметті достар. Сондықтан да осы бір ынтаны ашу үшін де ата-аналар осы балалардың сабақ оқуға міндеттеуі керек деп есептейміз. Өйткені қазір кезде көптеген компаниялардың өздері осындай ойындарды құрастырып жатыр, балалардың қызығушылығын арттыру үшін, жарнамадан ақша істеу үшін, тағы да басқа нәрселер жасап жатыр. Яғни біз бұл процесті ешқалай да тоқтата алмаймыз, және күн сайын балалардың ойын бөлетін нәрселер одан да көбейіп жатыр дегіміз келеді. Екіншіден, қазір өскен кезде ол бала қалайша жетістікке жете алады деген сұраққа жауап беретін болсақ, дәл қазіргі кезде ол бала, біз егер күнделікті сен 2 сағатыңды оқуға арнайсың, үй жұмысыңды алдымен орындайсың дейтін болсақ, ол бала сол нәрсені істейді, және ол
сол нәрсеге уақыт бөлгендіктен ол осы нәрседен кішкене болса да білімі пайда болады, құрметті достар. Ал альтернативті әлемде, олардың әлемінде бала өз қалаған жасайтын болса, бала мүмкін оқуы мүмкін, немесе оқымауы мүмкін. Яғни өзі қалаған нәрсені жасайды, және біз кепілдік бере алмаймыз, ол бала шынымен де сабағын оқиды, немесе үй жұмысын орындайды деген сияқты. Сондықтан да ата-ананың қатаң қадағалауында жүрген балалар жетістікке жету мүмкіншілігі мол. Ол өскен кезде үлкен президент болып кетеді, немесе үлкен жетістікке жетіп миллиардер болып кетеді деп айтпаймыз. Ең болмағанда кем дегенде ол оқуды 5 болмаса да 4-ке бітіріп шыға алады, құрметті достар. Немесе кем дегенде диплом алып белгілі бір жұмысқа тұра алады. Яғни болашақта жаңа қаржылай немесе басқа да мәселелерді сезінбейтін болады, құрметті достар. Біз білеміз, көптеген адамдардың мектепте сабақ оқымаған немесе басқа да адамдардың аузынан шығатын нәрсе, олар айтатын нәрсе не болып табылады? Ол кезінде оқу керек еді. Өйткені дәл қазір кезде жұмыс табу өте қиын, диплом болмайтын болса ешкім жұмысқа алмайды. Кезінде оқу керек еді, сондықтан мен қазір осындай жұмыста жүрмін деген нәрселерді көп естиміз. Оның барлығы ата-аналардың өз балаларын өте қатты қадағалағанның кесірінен деп есептейміз. Және үшіншіден, ең соңғысы, біздің ойымызша, құрметті достар, егер де ата-ана өзінің баласына қатаң талаптар қойып, осындай әрекеттерге баратын болса, ол балада дәл осы дағдылар болашақтағы өмірінде де қалыптасатынына сеніміміз мол. Неге? Өйткені, егер де біз балаға айтатын болсақ, сен мына нәрсені ертең орындауың керек, осыны істе дейтін болсақ, ол осы нәрсе қайталана береді, және ол әдетке айнала бастайды, құрметті достар. Ал әдетке айналған кезде ол тек қана мектепте ғана емес, мектеп бітірген кезде студенттік өмірінде өзінің оқуында көмектеседі бұл әдет, оның жұмысында көмектеседі, мүмкін бұл бір жобаларды, проекттерді тапсырған кезде уақытында тапсыруға тырысады, немесе одан да басқа ана жақта көптеген, тек оқудан бөлек көптеген дағдылар бар. Төсегіңді өзіңнен кейін жинап кетуің керек, ыдысыңды өзің жууың керек деген секілді нәрсенің барлығы үй жұмысын орындауың керек деген нәрсе секілді ол да дағдыға, әдетке айналады, және адамдардың арасында, балалардың арасында өскен кезде дұрыс әдетті дағдыны қалыптастырады дегіміз келеді. Және ол жұмыста, өмірде адамдармен қарым-қатынас жасаған кезде өте үлкен көмегін тигізеді. Және ол тайм-менеджмент болуы мүмкін, немесе ол жаңағы дұрыс орындау болуы мүмкін, және ең үлкен нәрсе жауапкершілігін сезіну болуы мүмкін. Өйткені адам деген үй жұмысын орындау керек болып орындайтын болса, болашақта бір жұмысқа барып өзінің жауапкершілігін сезініп, өзі жасау керек нәрселерді істейтін бола бастайды. Сөз соңында айтқым келетіні, қазіргі таңда балалардың екі түрі бар. Оқуға ынтасы бар балалар бар, ынтасы жоқ балалар бар. Ал ынтасы жоқ балалары барлық уақытта жетістікке жетеді деп айта алмаймыз. Сондықтан да оларды өз еріктеріне жібермей, ата-аналардың қадағалауын кішкене ғана күшейтетін болсақ, салыстырмалы түрде ата-ана қатаң тәрбие бермеген жағдайға қарағанда, ол бала жақсырақ жетістікке жетеді деп есептеймін. Рахмет. Рахмет. Келесі сөз кезегін оппозиция лидері Лаура Жолдасбекке береміз. Рахмет, құрметті ойыншылар, құрметті төрешілер. Ең алдымен үкімет тарапының ең басты проблемасы, олар Tiger Parenting деген не екендігін дұрыстап ашып өтпейді. Tiger Parenting деген ол жай ғана ата-ананың балам сен барып сабағыңды оқи ғой, әйтпесе сен ертең жұмыс таба алмайсың деген нұсқаулықтар емес. Балаға деген қысым ол тек физикалық тұрғыда ғана көрсетілмейді, ол әлде әртүрлі психологиялық қысым, немесе ұрсу деген сияқты заттар арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. И осы жағдайда үкімет ешқашанда түсіндірмейді, неліктен ата-ана осындай шараларға бару арқылы баланы академиялық түрде жаңағы үздік қылып жасау керек екендігін әлі күнге дейін түсіндірмейді. Сонымен қатар олардың айтып жатқан белгілі бір пайдаларының барлығы біздің әлемде де жүзеге асады. Олар салыстырып жатқандай, біздің әлемде мүлдем ата-ана сен балам сабағыңды оқи ғой деп айтпайтындай айтып жатыр. Бірақ біздің әлемде де ата-ана әлі де баласына сен балам барып сабағыңды оқы деп айталады. Сондықтан біздің әлемде де бала әлі де белгілі бір жұмыс, жоғары жалақысы бар жұмысқа тұра алады деп есептейміз. Сонымен қатар біздің ойымызша олар ата-ананың басты жауапкершілігін, ата-ананың басты міндетін ешқашанда атап көрсетпейді. Ата-ананың міндеті ол мемлекетке өте керемет еңбек капиталын даярлап беру, немесе жаңағы жақсы жұмыс істейтін мамандарды даярлау емес. Ата-ананың міндеті ол балаға жарқын болашақ, махаббат, тағы сондай сияқты ерекше сезімдерді беру арқылы жақсы тұлға өсіру болып табылады. Және де олар ешқашанда түсіндірмейді, неліктен бала үшін ең керемет жұмыс, керемет жалақы алып жұмыскер болу ең маңызды екендігін әлі күнге дейін түсіндірмейді. Олардың айтып жатқан тайм-менеджмент болсын, басқа да игіліктері болсын, әлі де біздің әлемде жасалады. Неліктен міндетті түрде ата-ана психологиялық қысым көрсету керек, әлі күнге дейін түсініксіз. Біз сіздерге не туралы айтамыз? Біз сіздерге қазір түсіндіреміз, неліктен біздің әлемде психологиялық қысым балаға деген өте ауыр болады, және де олар айтып жатқан экономикалық игіліктер оны ешқашан орнын басып айта алмайтынын түсіндіреміз. Біріншіден, қазір бала шартталған махаббатқа тап болады. Шартталған махаббат дегенне саған ата-анаң мен сені жаңағы сол
егер сен 5 алсаң, сен жақсы боласың. Егер сен жоғарғы оқу орнына түссең, мен сені жақсы көретін болам деген сияқты әртүрлі нұсқаулықтар, әртүрлі сөздер айтқан кезде бала өте қатты қиналады. Естеріңізге салыңыздаршы, өздеріңізге кішкентай кезінде ата-ана айтқан кезде, сен 5 алсаң жақсы боласың деген кезде, сен егер 4 алып келсең, 2 алып келсең, сен өте қатты қиналатынсың. Ал егер саған күнде психологиялық қысым көрсететін болса, ұрсатын болса, егер сен 5 алмай келетін болсаң, онда сен өте қатты қиналатын боласың. Сен түсінесің, сені ата-ана жай ғана жақсы көрмейді, сені ата-ана тек белгілі бір жаңағы жетістіктерге жетсең ғана жақсы көретін болады деп есептеп, ендігіде бала өте қатты психологиялық қысымға тап болады. Біз түсінуіміз керек, ата-ананың махаббаты деген ол сенің достарыңның, жақындарыңның махаббатынан өте ерекше сезім болып табылады. Неге? Өйткені сенің ата-анаңмен байланысың, ол сенің досыңмен деген байланысың, махаббатыңмен екеуі пара-пар ешқашан келмейді. Сенің ата-анаңмен деген өте ерекше эмоциялық, жаңағы уақытпен, жаңағы не істелген уақыт арқылы көрсетілген әртүрлі жаңағы ерекше сезімге ие болып табылады. Сондықтан бұл жерде сенің ата-анаңның махаббаты, ата-анаңның қолдауы, әрдайым сені жақсы көруі өте ерекше болып табылады. Алайда осы қатал тәрбие барысында ата-ана саған ешқашанда толыққанды махаббат бере алмайды. Өйткені саған академиялық жетістікке жету үшін ол әрдайым саған белгілі бір қысым көрсетіп отыру керек. Осы кезде бала ешқашанда оған қажетті махаббатты ала алмайды деп есептейміз. Және де осы кезде олар дәлелдеу керек. Неліктен академиялық білімге жету барысында, немесе жақсы жұмысқа жету барысында тек баланың еңбегі ғана ең маңызды рөл атқаратынын. Біз түсінуіміз керек, қазір сен жақсы жұмыскер болу үшін сен тек қана еңбек арқылы ол нәрсеге жетпейсің. Оған өте көптеген басқа да факторлар әсер етеді. Сен қаншалықты еңбектенсең де, онда әртүрлі экономикалық, әлеуметтік басқа да факторлар болуы мүмкін. Сен қаншалықты өзіңнің өміріңді жоспарласаң да, сен керемет математикалық тестқа дайындалып келсең де, саған өзіңнің дайындалмаған нұсқан келуі мүмкін. Немесе сен керемет компанияның CEO-сына жаңағы директоры болуға барсаң да, сенен де керемет дайындалған адам болып, сенің орныңды басу мүмкін. Осы кезде түсінуіміз керек, ата-ана ол бала деген ол ата-ананың жай ғана армандарын орындайтын, үмітін ақтайтын құрал емес. Бала деген өзінің белгілі бір жеке қасиеттері, жеке қызығушылықтары, қалаулары бар тұлға болып табылады. Бірақ егер ата-ана оны жай ғана сондай құрал етіп қарастырса, өзінің белгілі бір экономикалық игіліктерге жету жолында, онда одан жеке тұлға болып қалыптаспайды. Ата-ананың мақсаты ол баланың жеке қызығушылықтарын ескеру болып табылады, бірақ ол ешқашанда жасалмайтындықтан біздің ойымызша ешқашанда бұндай қатал тәрбие пайдаланылмауы керек деп есептейміз. Оппозицияға дауыс беріңіздер. Рахмет. Рахмет. Енді келесі сөз кезегі үкімет мүшесі Ибадолла Әсел. Сөз бергендеріңізге рахмет. Барлықтарыңызды бүгін көргеніме өте қатты қуаныштымын. Жалпы өз сөзімді тікелей қарсылықтан бастайтын болсам, бүгін бізде оппозиция тарапы тайгер парентингті қолданатын ата-аналар міндетті түрде баласын армиядағыдай тәрбиелейді деген өте үлкен осындай қағиданы ұстанып алғанда, ол білдірмейді ғой. Азанда таңертең оятқан кезде саған балам тұра ғой емес, балам тұр деп оятпайды ол адамдар. Тура сол сияқты ол анасы және де ол баласы, олардың арасында махаббат әрдайым бола береді. Олар қателесе де оны әрдайым кешіре береді, оны әрдайым сыйлықтар беру, оны мақтау, және де осындай эмоциялық қарым-қатынас сол ана мен баланың арқасында әрдайым бола бер. Және де осы тайгер парентинг оларды бір армиядағы тәрбиелеп, оларға ешқашан күлмей деген нәрселер болмайды. Оларда да отбасылық жаңа жылды күтіп алу, отбасылық бүкіл рәсімдер, бірге тамақ ішу, бірге бір жерге бару, бүкіл нәрселер бола береді. Ол жай ғана күніне сағат, 1 сағат сабағыңды оқымаса, мен саған телефон бермеймін. Компьютерді 20 минуттан артық қолдануға болмайды саған. Балалармен тек 1 сағат ойнайсың, саған PlayStation бармайсың деген осындай оқы деген ата-аналар, олар міндетті түрде ешқандай махаббат бермейді, эмоциялық түрде ешқандай да бір осы балалар психологиялық түрде дұрыс емес дамыған адам болып кетеді дегенге біз мүлде сенбейміз. Және де онымен қазір дәлелдеп беретін боламын. Және де балалық шағы болмайды, балалық шақ деген нәрсеге өте қатты көңіл бөледі. Біз қазір түсіндіреміз. Біздің әлемде, яғни тайгер парентинг бар әлемде, сен таңғы сағат 9-дан түскі сағат 2-ге шейін сабағыңды оқисың, 2-ден кейін 2-ден 4-ге дейін мүмкін қосымша сабаққа барасың, 4-тен 5-ге дейін мүмкін сен бір спортпен айналысасың, дұрыс па? Одан кейін мүмкін 1 сағат телевизор көресің. Осылайша сенде белгілі бір күнтізбенің болуы, ол күнтізбенің қадағалауы, телефонды одан артық қолданбау, осы нәрсені қадағалайды да. Алайда егер де бұндай болмайтын болса, альтернативті әлемде мүмкін
мүмкін ол бала телефонды 3 сағат қолданады, белгілі бір сериал көреді, белгілі бір ойынды ойнайды. Неге дәл осы телефонды қолдану, сериал көру ол балалық шақтың кепілі екенін біз түсінбейміз. Біздің ойымызша ол балалық шақ деген сөз, ол сабағыңды жақсы оқу, ата-анамен бірге уақыт өткізу, тура солай тамақ ішу, қыдыру, оларды лагерьге жібереді. Ол адамдар бір армияға жіберіп, бір кадет мектебінде оқымайды ғой. Сол сияқты нәрселердің барлығы балалық шақты бере алады деп естиміз. Балалық шақтың болмайтын дәлелдеу үшін бүгін оппозиция тарапы дәлелдеу керек. Осы ата-ана пайдасыз нәрсені шектеуге тырысады. Неге дәл осы пайдасыз бесіктейтін нәрсе? Ол балалық шақтың ең басты 100%-ін атқаратын нәрсе екенін түсіндіру керек екенін сұранамыз. Және де біз ата-ана ол бәрібір де баласының болашағын ойлайтын адам. Баласын ол бір суицид жасап өліп қалғанын қаламайды. Олар баласы қай жаққа өзінің талабы бар, сол саланы өзі. Егер де менің қызым математикадан өте қатты талант болып тұратын болса, мен оны әдебиетті оқы, әдебиеттен 4 сағаттық кружокқа ешқашан да жібермеймін мен ол баланы. Ол баланы мүмкін мен математикасын одан ары дамытуға жіберемін. Математикадан ғалымдармен келісемін. Осы математикадан мүмкін жоғары сыныптың есептерін шығаруды сұратамын. Немесе күнделікті осы үй жұмысын орындауды сұраймын да ол баладан. Және де мен бәрібір де ол баланың таланты жоқ па, жоқ салаға оны қатты қысым көрсете бермеймін. Екіншіден, егер балаға осылай емес, баланы белгілі бір дәрежеде оқуға мәжбүрлеп немесе оқы деп отырмаған кезде, олардың грантқа түсуге шансы мүмкіншілік азырақ болады. Ал қазір кезде біз білеміз, ата-аналардың барлығы оларды оқытуға жағдайы жете бермейді. Осындай кезде оқымаған кезде, олардың әлеуметтік жағдайы төмен болған кезде, өзінің отбасын асырай алмай жатқан кезде, олар не істейді? Ата-анасын кінәлайды. Ата-анам неге маған оқы деп айтпады дейді. Және де осындай кезде, осындай жерде де психологиялық тұрақсыздықтың болғанын айтқымыз келеді. Ал біздің әлемде, когда бала белгілі бір уақытын оқуға арнаған кезде, олар дайындықтың нәтижесін түсінетін болады. Олар жұмыс орнына барған кезде де, интервьюға барған кезде де, олар дайындалатын болады. Себебі олар кішкентай кезден бері көріп келді. Күніне 1 сағат оқуға осы күні үй жұмысын істеп жүретін болсам, мен ақпаратты жақсырақ меңгереді екенмін, мен мынаны істейді екенмін деп түсінеді. Өйткені оқыған кезде де осы нәрселерге сеніп, олардың жетістікке жетуге шансы көбірек болғанын айтқымыз келеді. Және де біз балалық шақтан кішкене ғана өз-өзімізді көңіл көтеретін нәрселерді төмендеткенімізбен, біз болашақта олардың жетістікке жетуге, экономикалық тұрақты болуға, және де бақытты болуға, өмірден өз орнын табуға өте үлкен мүмкіншілік беріп жатқанымызды айтқымыз келеді. Және де бұл осы ақтайды деп сенеміз. Назарыңызға рахмет. Рахмет. Келесі алаңға шақырылатын оппозиция мүшесі Абылай Боранбай, қошеметтеріңіз. Армысыздар, арда қазақ жұрты. Біз бүгінгі таңда үкіметтің кейсінен қандай проблемаларды байқаймыз. Бүгінгі таңда үкімет айтады бізге, сендер балалармен, тәрбиелермен жұмыс жасамайсыңдар, басқа істемейсіңдер. Алайда бүгін үкімет өзінің дәлелдеу формасында олар тайгер парентингке ешқашанда мән бермейді. Бұлардың салыстыруларында әрқашанда салыстырулар тәрбие бар және тәрбие жоқ әлемдермен жүретіндігінде. Алайда біз бүгін құрметті төрешілер, құрметті аудитория, мән беру керек затымыз бұндағы ключевое слово, кілттік сөз тайгер парентинг болып отырғандығында. Яғни біз бүгін академиялық жетістіктерге жетудің кезінде тәрбие берудің қандай формасы қолданылады, осы туралы сөйлесуіміз керек. Қазақта жақсы сөз бар, аюға әріпті үйреткен таяқ деген секілді. Скорее всего, бұлардың кейстарында олар көп жағдайларда именно осы таяқтың реформасын көбірек қолданады. Тайгер парентинг термині әлемге қалай тарады? Әлемге американдық Қытай ұлтының өкілі Эми Чуаның кітабынан кейін тарады. Ол өзінің осы тайгер парентингқа берген анықтамасы қалай болды? Ол өзінің қыздарына жүргізілген тәрбие жұмыстарын осы қоғамға негіздеген болатын. Ол кезде ол өзінің қыздарына белгілі бір сабақтарды көбірек оқуды. Ол өзінің қыздарының әрқашанда математика сабағынан жоғарғы бағаларды алуын қолдады. Егер де ол бала төмен баға алып келген кезде оны көшеге шығарып тастаған болатын. Егер де бүгінгі таңда үкіметтің бергісі келіп жатқан тәрбиесі осы болатын болса, балаларды көшеге шығара отырып тәрбиелейтін болсақ, онда қоғам неге жететін болады бүгінгі таңда? Мінекей, осы сұраққа олар ешқашанда жауап бермейді. Бұлардың айтып жатқандығы, сендер балаларға әрқашанда бастарынан айтып тұруларың керек, сендердің балаларын атыс шабыс ойындарын ойнамау керек дейді. Бүгінгі таңда балаларды көшеге шығармайды, оларға атыс шабыс ойындарын ойнамаудың қажеттілігін біз әрқашанда түсіндіре аламыз. Скорее всего, осы кезде біз тайгер парентингті қолдамай қойымызға болатындығында. Біз бүгін сіздерге нені қозғаған болатынбыз? Біз бүгінгі таңда адамдардың өзара махаббаттары ешқандай шарттарға негізделмеу керек екенін айтқан болатынбыз. Біз белгілі бір шарттарсыз да балаларға түсініктерді бере алатындығымызды көрсеттік. Бұл нені алып келеді? Қоғамда ата-ана мен
бала арасындағы байланыстарды алып келеді. Бүгінгі таңда ата-ана мен бала ол еңбек беруші мен еңбек жұмысты жасаушы адам емес, белгілі бір шарттарға негізделетін. Егер мен сені жақсы көремін, ол үшін сен деген бес алып келуің керек дейтін нәрсе емес. Ол сен жұмыс істесең ақша берем деген ол басқа кез. Ал мына кезде олардың арасында өзге байланыстың формалары көп болу керек. Неліктен? Себебі бүгінгі таңда олар бір-бірі үшін жауапты, олар бір-бірінің басқаша способтармен байланысқан топтар екендігіне мән беруіміз керек. Сонымен қоса біз айттық бүгінгі таңдағы қысымдардың балаларға беретін әсерлері туралы. Біз әрқашанда адамдардың экономикалық жағдайларын белгілі бір уақыт өткеннен кейін де қалыпқа келтіре аламыз. Алайда балалардың балалық шақтарын бүгінгі таңда қалыпқа келтіре алмаймыз. Егер адам 30-ға келгенде кедей болатын болса, экономикалық жағдай нашар болатын болса, ол 30-ға келіп те осыны қайта қалпына келтіру үшін жұмыстарды атқара алады. 30-ға келген кезде де ол оқи алатындығында. Алайда 30-ға келген кезде адамдар өздерінің балалық іс-әрекеттерін жасай алмайтындығында. Осы себепті біз бүгінгі таңда қолдамайтын болатынымызда. Рахмет. Көп рахмет. Төрешілер ойын тақырыбын емес, командалардың өнерін аргументтер мықтылығы, ой тереңдігі, шешендік өнер, дискуссия жүргізу қабілеті жағынан бағалайды. Ендеше сөз кезегі төрешілерге беріледі. Қадірменді көрермендер, құрметті пікірсайысшылар, осы ойынды да қазір қарап отырмыз. Жалпы бізде енді күніге гаджет, жаһандану жаңағы үрдістерінен кейін біз өзіміздің тілімізден, таза қазақша сөйлеушіден айырылып бара жатқан сияқтымыз. Мысалы, сіздер Ердәулет жағы ұмытпасам, Абылай, сіздер айтып жатсыздар, жаңа ночевка дейсіздер, оның қазақша баяғыда бастаңғы деген, бергінде керсеңіздер түндеу деп айтуға болады, немесе қонуға жібермейді деген сияқты. Тағы да басқа көптеген жаңағы тілдің шұбарлығы байқалады. Ондайға келесі жолы жібермеңіздер, өйткені сіздер қазақ тілінде ойнап жатсыздар, мемлекеттік тілде ойнап жатсыздар. Егер қазірден біз таза тілімізді өзіміз ұстап, сіздер арқылы, сіздерді көрсету арқылы біз қол жеткізбесек, оған ешқашан қол жеткізе алмаймыз. Жалпы ойын өте жақсы өтті. Бүкіл тақырыбы, мазмұны бастан аяқ ашылды деп ойлаймын. Жақсы үлгілермен. Енді қазір сіздер қорытынды жалпы бәріміздің қойған бағамызды ойын соңына қарата көрерсіздер деп ойлаймын. Рахмет. Бәрекелді. Рахмет. Әділ қазыларға бір қошеметтеп қойық, пікірлеріңізге тағы да рахмет. Сонымен достар, құрметті көрермендер, жастар алаңы республикалық пікірсайыс турнирінің финалистерін марапаттау үшін ортаға Жас Отан жастар қанатының төрағасы Кәрібек Дәулет мырзаны шақырамыз. Ендеше, үшінші орын Тұрсынов Бақытжан және де Молдакашев Қуаныш. Қошеметтеріңіз. Аплодисменты. Және де ақшалай сыйлық 250 000 теңге. Следующее третье место по формату американских парламентских дебатов. Алишер Джузгенбаев, а также Мухтар Ташкенбаев. Қошеметтеріңіз. Ақшалай сыйлық 250 000 теңге. Екінші орын. Жолдаспек Лаура және де Боранбай Абылай. Қошемет ағайын. Денежный приз 500 000 тенге. Следующее второе место по формату американских парламентских дебатов награждается Талгат Омаров и Малика Мамирова. Қошеметтеріңіз. Денежный приз 500 000 тенге. Құрметті достар, енді бірінші орынды жариялауға рұқсат етіңіздер. Әрине құрмет қошеметпен. Тастанбек Ердәулет және де Ибадулла Асел. Қаржылай сыйлық 1 000 000 теңге. Следующее первое место по формату американских парламентских дебатов Казенов Алихан и Канат Нугайбаев.
және де ақшалай сыйлық 1 миллион теңге. Аплодисменты! Келесі, үздік спикер номинациясы бойынша Айдынов Шыңғыс марапатталады. Аплодисменты! А также по номинации «Лучший спикер» по формату «Линкольн Дуглас» Алишер Джузгенбаев. Қошеметтеп қояйық, құрметті достар. Конечно же, денежный приз 200 тысяч тенге. Олар шынымен лайықты болды, олар айқын басымдылықпен керемет дәреже көрсетті. Дорогие зрители, поздравляем наших всех победителей. Аплодисменты. Бәрекелді, құттықтаймыз. Оставайтесь с нами. На Жастар алаңы впереди нас ждет еще много интересного. Мы с вами не прощаемся, мы говорим до скорых новых встреч. Жастар алаңында көріскенше, құрметті көрермендер.